bir pende салауатты айта береді екен дейді. Оның үстіне дереу періштелер келеді. Ол кісі тоқтағанға дейін салауат айтып тұрады дейді ол адамға. Ана қараңыздар, осыны естісіздер ме? Жаңа самолетке режим полетке қойдыңдар ғой. Сөйтіп пайғамбарымызға салауат айтыпсыздар 5 минут. Сол 5 минутта сізге кім келеді? Періштелер келеді дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи сахих хадисі бұл. Сөйтіп ол адамның үстінен оған игілік салауат айтып тұрады дейді, игілік беріп тұрады. Ана адам тоқтатқанға дейін. Ана адам тоқтатады дейді. Сол кезде барып періштелер кетеді деп айтты дейді. Қаншалықты көп айтсаңыз пайғамбарға салауатты, соншалықты ол періштелер сізге игілікті көп айтады екен. Міне құрметті бауырлар, бұл ай сол пайғамбарымызға көбірек салауат айтып, бастап нәпсіні үйретіп, кейін осы ай біткеннен кейін естеуіміз керек, салауаттың барлығын тастауымыз керек. Дұрыс па? Жоқ ай. Келесі айда да жалғастыруымыз керек. Салауат деген жыл 12 ай айтылады пайғамбарға. Сол кезде адамның несі оянады пайғамбарға? Махаббатыңның қалай оянған білмей қаласың пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға. Егер салауатың дұрыс болса, ал егер пайғамбарға махаббатың оянбай жатса, онда қайтадан кадырды артқа айналдыр. Сенің салауатыңда проблема бар.